Сәлеметсіздер ме оқушылар? Информатика 6 сынып. Сабақ тақырыбы сілтемелер. Сабақтағы оқу мақсаты сілтемелерді ұйымдастыру, гиперсілтемелер, мазмұн, атау, түсіндірме. Ашық аспан болсын, әр күніміз біздің сәттілікке толы болсын. Информатика пәнінен білмегенді білейік, үйренейік, күлейік. Сабағымызды бастамас бұрын сілтемелер дегеніміз не деген сауалға келсек. Сілтемелер деп мақаланы немесе түсініктеме жазу барысында қолданылатын ақпарат көздерінен негізгі мәтіннен тыс сілтеме. Сілтемелер кейбір сөздерді түсіндіру үшін, ақпарат көзін көрсету үшін қолданылады. Нұсқамаларды қолдану құжаттағы ақпаратты қабылдауды жеңілдетеді. Сілтемелер екі топқа бөлінеді. Қарапайым ол беттің соңында орналасады, соңғы ол құжаттың соңында орналасады. Сілтемелер бөлімінің мазмұны берілген бұл жерде. Суретте қарап отырсақ, яғни элементтер тобы берілген. Элементтер тобы: бірінші мазмұн, екінші түсіндірмелер, үшінші атаулар, төртінші сілтемелер және әдебиеттер тізімі, бесінші нысандық көрсеткіш, алтыншы сілтемелер кестесі. Бірінші топ мазмұн. Бұл элементтер құжатқа мазмұн қосуға мүмкіндік береді. Екінші топ түсіндірмелер. Мұнда қарапайым және шеткі түсіндірмелерді қойып баптауға болады. Үшінші топ сілтемелер және әдебиеттер тізімі. Бұл топта ғылыми еңбектер негізделетін әдебиеттер тізімін басқаруға, қандай да бір ақпарат көзіне сілтеме қоюға мүмкіндік береді. Төртінші топ атаулар. Мәтінде сурет немесе кесте атауларына сілтеме жасайтын басқару элементтерінің тобы. Яғни қазір мен сіздерге Microsoft Word мәтіндік редакторында мысал келтіремін. Яғни кез келген мәтінде мына жерде бір ерекшеліктер байқалған. Қарасақ, мәшһүр сөзінің жоғарғы жағында бір деген сан берілген. Яғни бұл жерде мәшһүр сөзіне түсініктеме жазылған, қандай мағына беретіндігін туралы жазылған. Ол үшін мәшһүр сөзіне сілтеме қою үшін сілтеме қоятын сөзіміздің жанына төбе ссылкаға кіреміз. Ссылки, яғни сілтемелер, ставить сноску. Енді астыңғы жағында бізде мындай бір деген сан шықты. Осы жерге біз жаңағы мәшһүр сөзіне қандай мағына беретіндігін жаздық. Енді қараймыз. Жаңағы жазған сөзімізге бір деген санның жанына апарсақ, мәшһүр сөзі араб тілінен аударғанда атақты, даңқты деген мағынаны білдіреді. Мәшһүр сөзіне түсініктеме жазылған. Келесі бізде тапсырмалар. Тапсырмалар сұрақтарға жауап жазып, дәптерімізге жазамыз. Яғни сілтемелер дегеніміз не? Басқару элементтері неше топтан тұрады? Түсіндірме элементі дегеніміз не? Дескрипторға қарай отырып, мен сіздерді мақтау-мадақтау арқылы бағалаймын. Кері байланыс SMS әдісі арқылы WhatsApp мессенджерімен кері байланыс жасаймыз. Сабақ өте жақсы түсіндім, өте қызықты болды. Мен сабақты жақсы түсіндім. Тақырып бойынша әлі де ізденуім керек. Үйге тапсырма. Әділет реферат жазған кезде басқа ақпарат көздерін пайдаланды, бірақ сілтеме жасамай көшіріп ала салды. Мұның бұл қылығы дұрыс па? Қандай кеңес бересіңдер? Осы туралы өздерінің кішігірім пікірлерінде айтсаңыздар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.